Бірінші лекция даму психологиясының теориялық негіздері. Жоспары: даму психологиясының пәні мен міндеттері. Даму ұғымы, даму психологиясының әдістері. Даму психологиясының пәні мен міндеттері. Даму психологиясы психология ғылымының азды-көпті оқшауланған саласы ретінде 19 ғасырдың соңында пайда болып, жеке тұлғаның өмір барысындағы психикалық даму үдерісінің жас ерекшеліктері мен динамикасын анықтауға бағытталған. Даму психологиясының пәні адамның онтогенезде психикалық дамуының заңдылықтарын және дамудың әрбір жас ерекшелік кезеңіндегі психиканың, сананың, тұлғаның және оның іс-әрекетінің даму ерекшеліктерін зерттейді. Онтогенез бұл туғаннан адам өмірінің соңына дейінгі дара даму. Курс негізгі 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі жас ерекшелік психологиясының пәні, міндеттері, әдістері. Екінші бала мен ересектердің психикалық дамуының детерминантты қозғаушы күштері, себептері мен шарттары. Үшінші жекеленген жас ерекшелік кезеңдерінің сипаттамалары. Даму психологиясының пәні. Даму психологиясы адам психикасының қалыптасуы мен дамуын, жас ерекшеліктерін, олардың заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейтін психология саласы. Оның негізгі пәні жеке тұлғаның психологиялық даму процесін, танымдық процестердің қабылдау, ойлау, ес, қиял, сөйлеу, дамуын, мінез-құлық пен іс-әрекеттің қалыптасуын, жас кезеңдеріне байланысты психологиялық ерекшеліктерді зерттеу. Яғни, бұл ғылым адамның туылғаннан қартайғанға дейінгі психикалық дамуын қарастырады. Міндеттері. Даму психологиясының міндеттері оқыту, тәрбиеде, зерттеуде немесе теориялық тұрғыда алынатын нақты мақсаттар. Бірінші, теориялық білім қалыптастыру, жас ерекшеліктерін зерттеу, әдістер мен тәсілдерді меңгеру, қолданбалы бағыт. Ғылыми зерттеу қызметін дамыту. Даму ұғымы. Даму бұл барлық тірі және өлі табиғатқа тән, уақыт өте өзгерту, жаңарту, алға ілгерілеу процесі. Психологияда даму ұғымы адамның психикасында жүретін сандық, сапалық және құрылымдық өзгерістерді білдіреді. Даму дегеніміз тек өсу немесе көбею емес, ол құрылымдық өзгерістер арқылы жаңа деңгейге көтерілу. Дамуды түсіндіретін теориялар. Бірінші, нативизм, эмпиризм, бихевиоризм. Нативизм туа біткен қасиеттерді баса көтеру. Психикалық даму негізінен биологиялық факторлар арқылы анықталады. Негізін қалаушылар Жан-Жак Руссо, Зигмунд Фрейд. Екінші, эмпиризм тәжірибені баса көрсету. Даму сыртқы орта мен тәрбиенің әсерінен қалыптасады. Өкілдері Джон Лок, таза тақта теориясы. Бихевиоризм даму қоршаған ортаның стимулдарына реакция. Джон Уотсон және де Скиннер. Когнитивтік теория, әлеуметтік мәдени теория. Когнитивтік теорияның негізін қалаушы Жан Пиаже былай айтып кеткен: даму баланың белсенді танымдық іс-әрекеті нәтижесінде жүреді. Ал әлеуметтік мәдени теорияда Выготский даму әлеуметтік ортадағы қарым-қатынастың оқыту мен тәрбиенің нәтижесі. Қазіргі заманғы психологияда даму барлық даму кезеңдерінде алға әрі кері жылжудың мезеттерін қатар қамтитын үдеріс ретінде қарастырылады. Қазіргі таңда прогрессивті өзгерістердің үдерістері регрессивтіден басым түсетін әрі тиімді, әрі сәтті қартаю ұғымы қалыптасқан. Эрик Эриксон қарттық кезеңін даналыққа ие болуды жас шамасы ретінде қарастырған. Дамудың екі қалыпы болады. Бірінші, эволюциялық баяу, сандық өзгерістер. Екінші, секірмелі, салыстырмалы қысқа мерзімде маңызды өзгерістердің орнын алу. Яғни дағдарыстар арқылы даму. Даму психологиясының әдістері. Психологияда зерттеу әдістерінің 4 тобы қарастырылады. Олардың ішіне: бірінші, ұйымдастыру әдістері, екінші, эмпирикалық әдістер, үшінші, мәліметтерді өңдеу әдістері, төртінші, интерпретациялық, түсіндірмелік, коррекциялық әдістер. Ұйымдастыру әдістері. Бұл топ дамуды қалай ұйымдастырып зерттеу керек екенін сұраққа жауап береді. Көлденең қимадағы әдіс әр жастағы балаларды салыстыру. Ұзақтық әдіс бұл бір баланы немесе топты ұзақ уақыт бойы бақылау.
Комплекстік әдіс психологияны басқа ғылымдармен педагогика, медицина, физиологияға байланыстыра зерттеу. Мақсаты психикалық дамудың түрлі қырынан қарастыру. Эмпирикалық әдістер бұл топ зерттеудің нақты тәжірибелік жолдары болып саналады. Бақылау, табиғи жағдайда мінез-құлықты қадағалау, әңгімелесу, сұхбат, арнайы сұрақтар арқылы мәлімет алу, тестілер, эксперимент, құжаттарды шығармаларды талдау, өмірбаяндық әдіс. Бұлардың мақсаты тікелей деректер жинап, дамудың нақты көріністерін анықтау. Үшінші, мәліметтерді өңдеу әдістері. Бұл топ алынған нәтижелерді ғылыми тұрғыда талдау үшін қажет. Сандық өңдеу, сапалық талдау, математикалық модельдеу. Мәліметтерді өңдеу әдістерінің мақсаты алынған деректерді нақтылап, заңдылықтарды айқындау. Төртінші, интерпретациялық, яғни түсіндірмелік коррекциялық әдістер. Бұл топ зерттеу нәтижелерін түсіндіру және қолдану үшін қолданылады. Теориялық талдау, қорытындылау, түзету. Интерпретациялық әдістің мақсаты теория мен практиканы байланыстырып, даму заңдылықтарын өмірде іске асыру. Қорытындылай келе, даму психологиясы адамның бүкіл өмірлік жолындағы психикалық дамудың заңдылықтарын, жас ерекшеліктерін, тұлғаның қалыптасуын зерттейтін ғылым. Оның пәні психикалық даму барысындағы өзгерістер мен олардың қозғаушы күштері, ал міндеті даму заңдылықтарын ашып, оны тәрбие мен оқыту тәжірибесіне қолдану. Бұл ғылымда зерттеу әдістері төрт топқа бөлініп қарастырылады. Ұйымдастыру, эмпирикалық, мәліметтерді өңдеу және интерпретациялық әдістер. Осы әдістердің бірлікте қолдануы дамуды жан-жақты талдап, ғылыми қорытындыға шығаруға әрі практикалық жұмыстарда пайдалануға мүмкіндік береді.